Қалайсыңдар достар? Бүгін біз синапстың құрылысын, нейромедиаторларды, яғни нейротрансмиттерді талқылайтын боламыз. Енді кезекте біз синапсқа тоқталып кететін болсақ, синапс дегеніміз не? Синапс дегеніміз бұл екі нейронның немесе аксын мен нейронның, аксын мен дендриттің, аксын мен нейрон денесінің бір-бірімен түйіспе арқылы жалғануы деп айтсақ болады. Енді бірінші біз нейронды айта кетсек. Нейрон бізде неден тұрады? Нейрон денесінен, яғни перикарионнан тұрады. Оның ортасында ядросы болады. Және перифериялық дендриттері болады. Сонымен қоса, дендриттер ол бізде негізгі сигналдарды қабылдаушы болып келеді. Бір нейронда 1000-ға жуық дендриттер болуы мүмкін. Сонымен қатар оның ұзын аксыны болады. Осы аксынның аяқталған жері бізде жуандап синапсты құрайды. Яғни басқа нейронның аксынымен немесе дендридімен өзара байланыс құрайды. Енді бізде бұл аксынның өзі бізде көптеген түрлері бар. Миелинді, миелинсіз. Мынау бізде миелинді. Бұл бізде сигналды жылдам өткізеді. Ал миелинсіз талшық сигналды баяу өткізеді десек те болады. Енді синапсалық саңылаудың өзіне келсек. Синапс неден тұрады? Синапс бізде пресинапстық мембранадан, постсинапстық мембранадан және синапс аралық кеңістіктен тұрады. Енді пресинапстық мембранада бізде митохондриялардың саны өте көп болады. Яғни бізде оның механизмін түсіндіре кететін болсам, бірінші бізде аксын арқылы импульс келеді. Импульс келген жағдайда бізде кальций ионы мембрана сыртынан мембрана ішіне кіреді. Яғни деполяризация орын алады. Деполяризация орын алғаннан кейін кальций ішке кіріп, везикулалардың ішіндегі нейромедиаторларды босатады. Яғни везикулалар сырттай еріп, экзоцитоз процесі арқылы синапс аралық кеңістікке босап шығады. Синапс аралық кеңістікке босап шыққаннан кейін бізде постсинапстық мембранаға өтеді. Постсинапстық мембранада натрий, калий, хлор каналдары болады. Яғни натрий ішке кіреді, хлор ішке кіреді, екеуі бірге ішке кіреді және калий сыртқа шығады. Калий сыртқа шыққаннан кейін бізде сыртта плюс зарядталады, іште минус болады. Яғни, мысалы, нейромедиатордың орнына бізге глутаматты алып көрсек болады. Глутамат ол бізде мидағы ең кең таралған қоздырғыш нейромедиатор болып табылады. Мысалы, бізде глутаматты мына пресинапстық мембранадан босап шығуы нейрон жасушаларының дұрыс жұмыс істеуі үшін қажет. Енді глутамат босап шығады. Егер де бізде постсинапстық мембранада қабылдап алады, яғни мына жақта глутаматтар ішіне кіреді, мына нелер арқылы не еді? Иондық каналдар арқылы ішіне кіреді. Глутаматтар ішке кіргеннен кейін бізде бұл жерде реакция жүреді. Яғни міне постсинапстық мембранада басқа нейронның денесіне өтеді. Егер де глутаматтың саны көп болып кететін болса, шамадан тыс болып кететін болса, бізде глиалды жасушалар оны қабылдауға қатысады. Міне қосымша жасуша. Оның да бізде постсинапстық мембранасы болады. Глутамат сол арқылы ішке кіріп, глутаминге айналады. Міне глутамат глутаминге айналады. Глутамин, бірақ глутаминнің глутаматтан айырмашылығы глутамат сияқты ешқандай да күш көрсете алмайды. Яғни бізде осы нейромедиатор мен гормонның екеуінің арасындағы айырмашылықты айтып кетсек, осы жерде бізде гормондар қайтадан пресинапстық мембранаға оралмайды. Ал нейромедиаторлар пресинапстық мембранаға орала алады. Қайтадан реакцияны жүргізу үшін. Міне, глутамат кірді, глутамин болып кіргеннен кейін қайтадан пресинапстық мембранаға глутамат болып кіреді. Астында реакцияны көрсетіп қойғандай біз түсініп алуымызға болады. Мысалы, импульс бірінші,
импульстен бізден кальций ионы ішке кіреді пресинапстық мембранаға. Ол арқылы нейромедиатор визикуладан босап шығады. Визикуладан босап шығып синапс аралық кеңістікке өтеді. Синапс аралық кеңістікке өткеннен кейін бізде мына жерде лигандалар рецепторлармен жалғанады. Рецепторлармен жалғанып постсинапстық потенциал пайда болады, яғни постсинапстық мембранаға өтеді, реакция жүреді. Осы арқылы жүйке импульсы постсинапстық мембрана арқылы екінші нейрон дендридімен, аксонымен немесе денесімен кетеді. Енді нейромедиаторлар. Нейромедиаторлардың бізде негізгі екі түрін жіктейді. Қоздыратын немесе тежейтін, активтейтін немесе ингибирлейтін. Қоздыратынға бізге глутамат жатады. Ал глутаматқа бізде керісінше нейромедиатор гамма-амин май қышқылы болып табылады. Қоздыратын нейромедиаторларға глутамат, адреналин, норадреналин, гистамин, ацетилхолин жатады. Ал тежейтіндерге гамма-амин май қышқылы, глицин, серотонин, эндорморфин, энкефалин жатқызуымызға болады. Енді осы әрбір нейромедиаторға міне нейромедиаторлар болады. Бізде 100-ден аса нейромедиаторлардың түрлері бар. Осы нейромедиаторлардың әрқайсысына жеке өздеріне арналған рецепторлар болады. Міне рецепторлар оларды қабылдап алады. Калий, хлор, натрий каналдары арқылы қабылдап алады. Рецепторлардың бізде екі негізгі түрін ажыратамыз. Ионотропты және метаботропты. Мына жерде бізде көрсетілген ионотропты, ал метаботропты. Ионотропты мен метаботроптының айырмашылығы өте үлкен. Яғни ионотропты рецептор бізде тез, яғни жылдам жеткізеді. Нейромедиатор тұрса, оны бізде иондық канал арқылы тез жеткізеді. Яғни рецепторлар өздерінің каналдарын ашады. Келесі бізде метаботропты бізде баяу жүреді. Не үшін баяу? Себебі нейротрансмиттер. Бұл нейротрансмиттер деген нейромедиатор. Нейромедиатор рецептормен жалғанады. Рецептормен жалғанған кезде ол прямой өте алмайды. Немен? Яғни бізде мына жерде G-биолог, оның кілтін құлпын ашу керек, ал одан екінші мессенджер ашу керек, оның құлпын. Яғни бізде бұл реакция 5 комплекстен тұратын немен жүзеге асады. 5 комплекспен жүзеге асады. Яғни G-биолог, рецептор, екінші мессенджер. G-биологтың өзі альфа, бета, гамма бөліктерден тұрады. Ал екінші мессенджерлердің түрлерін айта кететін болсам, бізде циклдық аденозин монофосфат, циклдық гуанозин монофосфат, азот оксиді, инозит трифосфат, диацилглицерин және кальций иондары екінші мессенджер қызметін атқара алады. Метаботропты баяу жүреді, ионотропты тез жүреді, яғни тез, баяу. Себебі комплекстер жұмыс атқару керек. Енді осы ионотропты рецепторға қандай нейромедиаторларды жатқызамыз? Бізде никотин, холина рецепторларын жатқызамыз. Көптеген нейропептид рецепторлары, рецептор гамма-амин май қышқылы, глицин, басқа да қоздыратын рецепторларды, қоздыратын рецепторларды осы ионотропты рецептор түріне жатқыза аламыз. А метаботропты рецептор түріне бізде мускарин, холина рецепторы, көптеген нейропептид рецепторлары, катехоламин, яғни катехоламинге бізге адреналин, норадреналин жатады, ацетилхолин және серотонин. Серотонинді метаботропты рецептор түріне жатқыза аламыз. Ендігі кезекте бізде осы әрбір нейромедиатордың түріне жеке тоқталып кетеміз. Келесі кезекте бізде әрбір нейромедиаторға жеке тоқталатын боламыз. Яғни адреналин, норадреналин, ацетилхолин сияқты нейромедиаторларға тоқталып өтеміз. Бірінші бізде норадреналинге тоқталып кетсек. Норадреналин. Норадреналин бізде негізінен оның жеке өзінің рецепторлары бар. Мысалы, норадреналин рецепторы адренергиялық рецептор. Яғни адренергиялық синапс арқылы жүзеге асады. Яғни норадреналин өзі бірден пресинапстық мембрана арқылы өтпейді. Бірінші ол фенилаланиннен тирозин синтезделеді. Тирозиннен натрий каналы арқылы тирозин өтіп дофаға айналады. Дофадан дофаминге дейін, дофаминнен норадреналинге дейін дамып,
норадреналин бізде нейромедиатор болғандықтан визикуланың ішінде болады. Кальций ионы ішке кіреді, яғни импульс орын алады. Яғни кальций ионы ішке кіріп норадреналиннің сыртындағы визикуланы ыдыратып, норадреналин сыртқа шығады. Яғни норадреналинді қабылдайтын бізде негізгі 3 рецептор бар. Альфа-1, бета-1, бета-2 постсинапстық мембрана адренорецепторлары. Нәрсеге жазып болғам енді дофа 3,4 диоксифенилаланин. Толық аты. Осы А1, альфа-1, бета-1, бета-2 рецепторлары норадреналинді қабылдап алады. Енді бізде адреналин. Адреналиннің рецепторы адренорецептор. Адреналин бізде күш пен шыдамдылықты жақсартады. Ол адреналин қоздырғышта, тежеушіде қызметтер атқарады. Негізінен адамды ақылсыздау қылады десек те болады. Келесі бізде ацетилхолин. Ацетилхолиннің рецепторлары H-холина рецептор, немесе никотин холина рецептор, М-холина рецептор, мускарин холина рецептор. Әрқайсының жеке рецепторы. Яғни 5-HT рецептор, гистаминдікі гистаминді рецептор, глутаматтікі АМПА рецептор, немесе НМДА рецептор. Серотонин де бізде норадреналин сияқты дамып, мысалы триптофаннан гидротриптофан дамып, одан серотониннен Н-ацетилсеротонин, ал одан мелатонин, яғни ұйқы кезінде бөлінетін нейромедиатор пайда болып шығады. Серотониннің негізгі рецепторы серотонинді рецептор. Глициндікі анионды канал, яғни хлор каналы. Энкефалин, эндорфин. Олардың негізгі рецепторлары опиоидті рецептор. Мына жерде схемасын көрсететін болсақ, эндорфин. Мына жерде пресинапстық мембрана, қозу келеді, кальций ішке кіреді. Бірақ та эндорфиннің негізгі қызметі бізде ауырсыну сезімін, сигналын өткізбеу болғандықтан бізде опиоидті рецепторлармен жалғана алмай, ол тежеп тастайды, яғни ауырсыну сезімін басып тастайды. Енді осының әрқайсының қызметін айтсам, дофамин. Дофамин бізде мотивациялайтын нейромедиатор болып табылады. Дофамин бізде түнде қиялдауға, немесе басқаша сезім білдіруге көмектеседі, яғни құлшыныстың артуға. Және де ацетилхолин айтып кеткендей, зейінді бір затқа шоғырландырады. Зейінді бір затқа шоғырландырып, именно осы ацетилхолин арқылы біз алынған тәжірибелерді түзете аламыз. Ацетилхолиннің жеткіліксіздігі бізге адамды жеңілдету сезімін білдіретін болса, ацетилхолиннің жоғарғы көбейіп кеткен дәрежесі синапстарды сигналдардың берілуін тежейді, яғни синапстық сигналды берілуін тежейді. Келесі глицин. Глицин негізінен бізде гамма-ға бөлінуін күшейтеді. Гамма-амин май қышқылының бөлінуін күшейтеді. Глициннің негізі глутамин қышқылының бөлінуін тежеп тастайды. Ал серотонин, триптофан, 5 гидротриптофан, серотонин, N-ацетилхолин және мелатонинге дейін жетіле алады. Глутаматқа келетін болсам, бізде АМПА немесе НМД рецепторлары бар. Глутаматтың гамма-ға тікелей антикод, яғни қоздыратын трансмиттер болғандықтан глутамат бізге сергек жүруге көмектеседі, есте сақтауды жақсартады. Ал глутаматтың жеткіліксіздігі шаршауға келіп соқтырады, ал артық мөлшері жасушалардың өлуіне. Видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Барлықтарыңызға сәттілік.